Қайырлы күн достар. Бүгін жеміс қосылған тәтті ірімшік әзірлейміз. Менің каналыма жазылып, ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта әлі талай пайдалы рецептілермен бөлісіп отырамын. Ыдысымызға тез бірігетін жұмсақ сүзбе, ванилин, табиғи бал қосып, блендермен жақсылап еземіз. Үстіне қалаған жемісімізді қосамыз. Мен құлпынай қолдандым. Пергамент қағазы төселген тақтайшаның үстіне тәтті ірімшікті қолымызбен осылай 4-5 етіп формасын келтіріп қойып шығамыз. Тәтті ірімшігімізді мұздатқышқа 30-40 минутқа қойып қоямыз. Енді глазурын дайындаймыз. Кілегейме шоколадты баяу отта шоколады ерігенше ысытамыз. Мұздатқыштан тәтті ірімшікті шығарып, тәтті ірімшікті глазурдың үстіне аунатып аламыз. Тәтті ірімшікті тоңазытқышқа 15 минутқа қойып аламыз. Мінекей, жеміс қосылған тәтті ірімшігіміз дайын. Құрамында зиянды қоспалары жоқ, өте пайдалы. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Баршаңызға ас болсын.